Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай пинетке тоқитын боламыз. Қоянға ұқсайтын міне тақтары бар, міне осындай болып шығады. Жаңа жылдыға арналған сыйлық ретінде тоқсаңыздар да болады. Міне осындай жоғары жағы резинка болады. Ол үшін 3 номерлі крючокпен 1,75 крючок керек болатын болады. Және де қайшы керек, және розовый және де серый түсті жіптер керек болатын болады. Және де осы табан тоқудың түрі менің каналымда бар. Менің каналыма өтіп көре аласыздар. Және де менің жібім жұқа болғандықтан 2 қабаттап тоқыдым. Міне 3 номерлі крючокты алып, және де осы өрудің ішінен осы соединительный столбик қылып тоқып шығатын боламыз. Бірінші бір воздушный петля көтереміз, одан кейін соединительный столбик қылып тоқитын боламыз. Міне бір айналдырып тоқып алып келдік. Және де бір-біріне қосып тоқитын боламыз. Міне бір столбик без накида тоқып алдық. Содан соң енді өрудің ішінен дәл солай столбик без накида тоқитын боламыз. Міне осылай тоқып бір қатар тоқып шығатын боламыз. Енді столбик без накида 3 қатар тоқып алатын боламыз. Міне тоқып алдық. Және де осы жіпті дәл осылай қалдыра тұратын боламыз. Міне сәл жоғары шығарып осылай қалдыра тұратын боламыз. Енді алдыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Міне осындай серый түсті жіппен алдыңғы бөлігін тоқимыз. Ол үшін осы серый түсті жіпті алып, алдыңғы жағынан 8 столбик без накида тоқып шығаратын боламыз.
Міне алдыңғы бөлігін тоқыдық. Енді воздушный петля көтермейміз. Дәл солай артқы бөлігінен тоқып кететін боламыз. Столбик без накида. Дәл осылай ең ақырына дейін тоқитын боламыз. Ең ақырғы бөлігінде бір петля соединительный столбик қылып іліп тоқитын боламыз. Міне дәл осылай тоқып кете беретін боламыз. Осылай 12 қатар тоқуымыз керек. Әр қатардың соңында соединительный столбик алып отыруымыз керек. Міне тоқып алдық, және де стери түсті жіпті қиып тастаймыз. Енді керек емес ондай жіп. Енді розовый түсті жіпті сол стери түсті жіпке жақындатып тоқып, столбик без накида тоқып алатын боламыз. Дәл стери түсті жіпті алдың тоқыдық қой, дәл солай қылып тоқитын боламыз алдыңғы бөлігін. Бірінші қабатын осындай соединительный столбик қылып іліп тоқып шығатын боламыз. Ең ақырында соединительный столбик қылып іліп аламыз. Ең ақырғы бөлігінде де осылай. Енді теріс қаратып, осы стери түсті жіппен розовый түсті алмаймыз. Стери түсті жіпті сумен іліп тоқып алатын боламыз. Столбик без накида тоқитын боламыз.
Енді столбик без накида 3 қатар тоқуымыз керек, дәл осылай. Енді артқы бөлігінде бірге қосып тоқитын боламыз. Столбик без накида ешқандай көбейтпейміз. Міне осылай 3 қатар тоқып алуымыз керек. Ең ақырғы бөлігінде соединительный столбик қылып қосуымыз керек. Міне бағанағы тоқып алған бөлігімізден енді теріс қаратып осылай қайтып столбик без накида тоқи беретін боламыз. Тек артқы бөлігінде айналдырып тоқып отыратын боламыз. Осылай 3 қатар тоқып аламыз. Міне тоқып алдық. Енді жоғарғы бөлігін резинасын тоқитын боламыз. Ол үшін бірінші бір қатар столбик накидым тоқып алатын боламыз. Міне тоқып алдық және де айналдырып тоқып отыратын боламыз. Ең басындағы петля екеуін осылай соединительный столбик қылып қосып тоқимыз. Және де екі воздушный петля көтеріп тағы да резинкасын енді тоқып бастайтын боламыз. Міне осындай таяқшаның, осындай жіптің артқы бөлігінен алатын боламыз. Міне осылай артқы бөлігінен кәдімгі спицмен тоқылатындай бір оң бір теріс сияқты қылып тоқитын боламыз. Бұда крючокпен осылай тоқылатын болады. Резинка енді осылай ішкі жағынан осылай іліп алатын боламыз. Осы резинкасын осындай қылып тоқылатын болады. Міне ішкі жағынан екеу қылып тоқыдық. Енді сыртқы жағынан іліп алып тоқимыз. Осылай осының артқы жағынан іліп алып тоқитын боламыз.
дәл солай екінші қатарда солай тоқылатын болады. Міне бағанағы ішкі жағынан алып отырған жерімізден дәл осылай тоқитын боламыз. Дәл солай қайталап тоқитын боламыз. Осылай 4 қатар тоқуымыз керек болады резинкасын. Ең бірінші бастаған бөлігінен соединительный столбик қылып қосып боламыз, және де жіпті қиып тастайтын боламыз. Жіпті қатты тартып қойыңыздар, шығып кетпесін. Және де жіп енді бауын тоқитын боламыз. Міне осындай құлақтарын тоқимыз, одан кейін бауын тоқитын боламыз. Міне осы өрудің столбиктің осы жартысынан, осының іш жағынан столбик без накида тоқитын боламыз. 4 столбик тоқитын боламыз. Бірінші бір воздушный петля көтереміз, қалған 4-еуін тоқитын боламыз. Міне енді осын дәл осылай теріс қаратып тоқитын боламыз. Столбик без накида. Ешқандай көбейтпейміз. Воздушный петля көтермедік, байқасаңыздар, тоқымадық. Енді осыны теріс қаратып тағы да тоқитын боламыз. Үшінші қатарында көбейтіп шығатын боламыз. Бір петляның ішінен 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. Сонда 8 петля болып шығу керек. Артқы бөлігінде ешқандай көбейтпейміз. Дәл солай 8 петляны тоқып алатын боламыз. Бірінші басында воздушный петля көтермейміз ешқандай. Міне осыны теріс қаратып, енді алдыңғы бөлігінде көбейтетін боламыз. Бір столбик без накида, екіншісінде 2 столбик без накида тоқитын боламыз. Міне осылай көргендеріміздей, бір одан кейін 2 столбик без накида тоқитын боламыз.
артқы бөлігін ешқандай көбейтпейміз де қысқартпаймыз да дәл солай тоқып алатын боламыз. Міне осылай көбейтіп тоқып алдық. Енді қысқартатын боламыз. Әр қатардың соңында және де басында қалдырып кететін боламыз. бір петлені қалдырып кететін боламыз. Және де ең ақырында 3 петле қалуы керек. Міне көргендеріңіздей тоқып алдық. Енді осылай құлағының бөлігін сері түсті жіппен шетін тоқып шығатын боламыз. Ол үшін сері түсті жіпті алып, соединительный столбик қылып іліп тоқып шығатын боламыз. Шетін осылай тоқып шығатын боламыз. Міне тоқып алдық. Енді осындай бауын тоқитын боламыз. Бұл өте оңай. Және де сері түсті жіпті алдым мен. Воздушный петле тоқитын боламыз. 3-ші номерлі крючокпен тоқыңыздар. Және де пышный болып, әдемі болып көрініп тұратын болады. Воздушный петле 60 петле қылып тоқып алдық.
міне осы шығып тұрған бөлігіне, резинканың шығыңқырап тұрған бөлігінен, оң бөлігінен осындай жіпті өткізіп алатын боламыз. Орта бетіне өткізетін боламыз. Одан кейінгісінен де дәл солай өткізіп шығатын боламыз. Айналдырып өткізіп қоятын боламыз. Енді осы жүрекшені тоқуды көрсететін боламын. Ол үшін екі воздушный петля жоғары көтеріп тоқитын боламыз. Міне тоқып алдық, және де бірінші бастапқы петляның ішінен столбик с накидом тоқимыз. Екі столбик с накидом тоқып алатын боламыз. Одан кейінгісі екі столбик болып столбик с накидом тоқитын боламыз. Одан кейін бір столбик с накидом, одан кейін тағы екі пол столбик с накидом тоқимыз. Міне видеода анық көрінген. Одан кейін екі столбик с накидом тоқимыз. Дәл жартысындай бөлгенде екеуінде бірдей қылып тоқуымыз керек. Ең ақырғы бөлігінде бір столбик без накида тоқитын боламыз. Және де жіпті ішкі жағына, міне жіпті қатты тартып қойыңыздар. Одан кейін ең ақырғы бөлігінде міне осылай жіпті ең ортасындағы тесіктің ішіне осылай кіргізіп қатты тартып қойыңыздар. Міне осындай жүрекшеміз дайын болды. Осымен осының пинеткидің орта центрына тік қоятын боламыз. Міне пинеткиіміз дайын болды. Бұл 6 ай мен 9 айға арналған. Жаңа жылға сыйлық ретінде тоқып берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.